Ассалаумағалейкум достар, интернетте сіз білмейтін қызықты мәліметтер өте көп, бірақ олардың арасында өтіріктері де кездеседі. Жалған мәліметтер топтамасында біз сізге сол өтіріктің шын жағын көрсетеміз. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін жалған мәліметтердің 10-шы бөлімін бірге көреміз. Ең алдымен Маңғыстау облысын шошытып жүрген хабар жайлы айтайық. Қазір WhatsApp және басқа да әлеуметтік желілерде Чупакабра атты вампир үй жануарларын қанын ішіп жүргені жайлы хабарландыру тарап жүр. Ондай жазбаларда Чупакабраны өз көзімен көрдім және фотоға түсіріп үлгердім, немесе абай болыңыз деп жазылған. Тіпті адамдар Чупакабраны ұстап алған видеосы да бар екен. Қан сорғыш вампир Чупакабра жайлы аңыз ең алғашында 1950 жылы Пуэрто-Рикода пайда болған. Кейін Мексика, Бразилия, Америка және Европаға тараған еді. Чупакабра қой, ешкі, тауық, қоян және тағы басқа үй жануарларын қанын ішетін тіршілік иесі. Оның итке және өзге планеталыққа ұқсас түрі болады деп айтылған. Бірақ Чупакабра сол өтірік аңыздарда мекен ететіні анық. Итке ұқсас ұсталынған чупакабралардың барлығы тері аурумен ауыратын ит, түлкі, қасқыр, аю, койот және тағы басқа жануарлар болып шықты. Ал өзге планеталыққа ұқсасы фотошоп екені дәлелденді. Ғалымдар мен зоологтардың айтуы бойынша ешқандай қан сорғыш чупакабра табиғатта кездеспейді. Сондықтан Маңғыстаудағы табылған чупакабра ауру ит екенін сенімді айтса болады. Ал таралып жатқан фотолар жай ғана фотошоп. Табиғатта барлық денелер бір-біріне тартылады. Осы тартылысқа бағынатын заңды Ньютон анықтап, бүкіл әлемдік тартылыс заңы деп атаған. Осы заң бойынша екі дененің бір-біріне тартылатын күші осы денелердің массаларына тура пропорционал, ал олардың арақашықтығының квадратына кері пропорционалды. Бізге бала кезінен Ньютонның басына алма құлады, кейін ол тартылыс заңын ашты деп айтады. Иә, бұл жерде алманың қосқан үлесі бар, бірақ ол Ньютонның басына емес, қасына құлаған. Цезарь салаты танымал қолбасшы Гай Юлий Цезарьдің атына арналып қойылды. Цезарь салатын алғаш рет 1924 жылы Цезарь Кардини атты аспазшы дайындаған. Америка құрама штаттарының тәуелсіздігін тойлап жатқан сәтте Цезарь Кардининің асханасына кірген адамдар жаңа бір тағамның түрін сұраған еді. Кардини қалып қалған тағам өнімдерін бірге қосып жібереді. Сол күннен бастап бұл салат Кардини аспазшының атымен Цезарь деп аталып кеткен. Бұл сурет әлеуметтік желілерде көрсетіліп, Даниядағы жүрек бейнесіндегі өзен деп таратылып жүр. Иә, бұл сурет шынымен де Данияда жасалынған, бірақ фотоаппаратпен емес, фотошоппен. Суретті Vienna Paint студиясы жасаған. Кез келген адамды маса шаққан шығар. Шағылған жер қышып, сол жерде сәл бөртпе пайда болады. Масалар шағып, адамдарға түрлі ауруларды жұқтырып жатады. Соның салдарынан көпшілік адамдардың ойлауынша барлық масалар шағып қан ішеді. Бұл әрине жалған мәлімет. Масалардың бәрі қанмен қоректенбейді. Қанды тек масаның аналығы ішеді. Масаның аналығы басқа жәндіктерге қарағанда 10 есе көбірек жұмыртқалайды. Соншалықты жиі жұмыртқалауға қан көмектеседі екен. Ал масалардың аталығы қанмен емес, гүлдің шырынымен қоректенеді. Антибиотиктер вирусты өлтіреді. Кез келген антибиотиктің түрі вирусты өлтіре алмайды. Антибиотик тек ағзадағы бактерияларды жояды, ал вирустың кетуіне көмектеспейді. Антибиотиктердің антибактериалдық, саңырауқұлақтарға қарсы антипаразитарлық түрлері бар, бірақ вирусқа қарсы деген жоқ. Себебі антибиотик тек тірі ауру жасушаларын өлтіреді, ал вирус олардың қатарына жатпайды. Үйректің дауысынан жаңғырық шықпайды. Дыбыстың кез келген жерден шағылу арқасынан қайтып келуін жаңғырық деп атайды. Ол барлық дыбыстарда болады. Тіпті бұл мәліметке арнайы тексерістер өткізіліп, үйректің дауысында жаңғырық бар екені дәлелденді. Қоңыр қанттың ақ қантқа қарағанда пайдасы көбірек. Қант қызылшасы мен қант қамсынан алынатын өнім ақ және қоңыр болып бөлінеді. Екеуінде де көмірсулар құрамында бірдей. Қоңыр қантта кальций, темір, калий, магний, фосфор, натрий кішкене көбірек болғанымен, ол ақ қанттан пайдалырақ емес. Олимпиададағы алтын медальдар алтыннан жасалынған. Алтын медальдар негізінде күмістің 925-ші сынамасынан жасалып, үстінен 6 грамм алтынмен қапталады. Сондықтан бірінші орындағы спортсмен алтын емес, алтынмен жалатылған күміс медалін алады.
Достар, өздерін байқағандай, Puzzle каналында жазушылардың саны 100 мыңнан асып кетті. Ол әрине Алланың қалауы және әр көрерменнің қосқан үлесі болып табылады. 100 мыңға орай видео Puzzle арнасына біраз күннен кейін шығады. Ал барлығы сұрап жатқан YouTube-тың күміс кнопкасы жайлы Puzzle Live каналында айтып кетеміз. Сілтемесі сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Puzzleға жазыл.